Депутат Нұралдинов Олжас Елтайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндаушыға. Құрметті Дархан Медиғалиұлы. Менің сұрағым қысқа мерзімді ақылы демалысқа қатысты. Қазір еңбек кодексіне сәйкес әр азамат балалы болған кезде, некесі тіркелген кезде, бір жақын туысы қайтыс болған кезде, тағы да басқа жағдайларда жалақысы сақталмайтын 5 күндік демалыс алуға мүмкіншілігі бар. Алайда жаңа заң жобасында мемлекеттік қызметшілерге дәл осындай жағдайда 10 күндік ақылы демалыс беріледі. Осыған байланысты менің сұрағым, неліктен мемлекеттік қызметшілерге 5 күнге көбірек беріледі, ол неге ақылы? Жақсы, Олжас Елтайұлы, енді расымен де бізде қазір мемлекеттік қызмет ерекше қызмет болып есептелінеді, және оларға талаптар жоғары. Сол себепті моральдық тұрғыдан және әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету үшін осы біз өзіміздің мемлекеттік қызмет туралы заңмен реттейтін боламыз. Себебі мемлекеттік қызметтің өзі мемлекеттік қызметшілерге қатысты реттеп отырады. Сондықтан да бұл таза мемлекеттік қызметшілерге әлеуметтік және моральдық жағынан қолдау үшін жасалынып отырған, норма кіргізіп отырған.